білдіртпей жанында қолдау білдірген осы қайын-жұртыма рахмет айтамын. Содан бауырларым, міне әкемнің жалғыз бауыры бар. Сол бауырымнан тараған балалары менің бауырларым. Сіздерге көп рахмет. Жамболат, Төлетті көкем, Жапар жездем, Бинар әпкем, Жанар апайым осы жерде отырған сіздерге, жеңгелеріме ерекше сіздерге рахмет айтам басымды иіп. Бөлелерім, жиендерім ауылдан ат шаптырып келді. Ерік, Үсен, кім бар тағда? Жазира, бәріңізге рахмет. Ескі құдаларым да осында отырса, сіздерге де рахмет. Венера, Талас, Нұрбол, Күләш, Райхан, бәріңіздің аттарыңызды атағым кеп тұр, потому что бәріңіздің қосып атқан үлестеріңіз. Жалғыз мен ешнәрсе істей алмаймын, сіздерге рахмет, сіздерге алғысым, бәріңізге рахмет. Сіздердің поддержкаларыңызбен осы той сәтті аман-есен өтті деп ойлаймын. Ал енді өзімнің бұл жерде ешкім есіз қалмасын. Енді аттарыңыз аталмай қалса кешіріңіздер. Достарым, коллективім, менің балаларымның шынайы достары, апайымның коллективі, жанында еріп жүретін. Бұл жерде бәрі балалардың бәрін білемін, бәрі апалап, аналап жүреді. Рахмет сендерге, балаларым. Абылайды кем көрмейін сендерді алдыңдарың. Сендердің арқаларында осының бәрі. Абылайдың достарының арқасында құдаларына аман-есен күтіп алдық бүгін күнді. Оның бәрі Абылайдың достарының, әйелдерінің арқасында, менің келіндерінің арқасында. Сол шексіз. Содан кейін бүгін керемет тойды 250 адамды бағындырып, бәрінің көңілінен шығып, тамада алтыным әдейін. Саған көп рахмет айтамын. Жұмысыңа жеміс. Осындай талай жастардың тойында өстіп қызметіңді атқара бер. Жаным, рахмет. Бәріңізге рахметімді айттым деп ойлаймын. Енді келінім адалынан болсын. Рахатын көрейік бәріңіз, жалғыз мен емес. Жақсы, рахмет бәріңізге. Рахмет. Әділ, бірдеңе дейсің бе? Кел. Ал құрметті қауым, достары, туысқандары, ағайындары, сіздерге первую очередь келгендеріңізге үлкен рахмет. Абылай, жеңге, бүгінгі тойларың құтты болсын. Әрқашан білім, арамызда жүргендер, сендерге ертең денсаулық. Бақытты болыңдар. Әділ, мен сенде жүргенде үйлен. Әлі памшы ойнайтын өзің. Қойын ба. Мына ағалы, інілі бауырлар, бұл Әділ болсын, Абылай болсын, сөзге емес, істің жігіттері. Көп сөйлемейді, бірақ іспен талай тірлікті жасайды. Құдай қаласа енді мына анаңды, сендер үшін бәрін ардаған аналарың, енді осы бар нәрселерді аналарыңа көрсетіп. Ақшан, сіздің жаннатыңыз ол Абылайда. Абылай сенікі анаңда. Әділ сейтін бейнелі жақта келді.
сенікіндей анаңдар Әділ. Ал мен сізге бір лайыққа айтайын Ақжан. Заманауи адамсыздар ғой. Абылай қай кезде риза болады білесіз бе? Анасы риза болса, Абылай риза болады. Абылайды уайымдаудың қажеті жоқ. Мына тұрған қарлығаш тәтемнің көңілін тауып жүрші. Болды. Абылай өзі-ақ сізді алақанын тастап жүреді. Соны біліп жүріңіз. Өйткені кез келген ер азаматқа анасынан биік адам жоқ шығар. Ананың ойы балада, баланың ойы далада. Бірақ енді Абылайдың далаға қараған көрмеппіз, көрмейміз. Өйткені Абылай жан-жағын ойлай білетін, ағайын туыспен қалай араласу керектігін білетін, әр нәрсенің өз орнын білетін. Міне қаншама достары, анау-мынау дос Тайландға путевка бермейді дәден есіге айтайын. Өйткені ол шын мәнісінде дос болды. Анау-мынау дос үйдегі атымды мүмкін демейді. Өйткені Абылайдың да бейнесі көп. Жігіттен не сатып? Ау? Бір сатып ол кейіндегі. Жігіттен сөз атып, бір тоқтап сөз атып. Жылқының жылқысына бір асып, екі атып. Сондықтан да Абылай, Ақжан, мына тұрған жаннаттарды бағалайсыздар деп ойлаймын. 4 парыз бар еді адамның. Бәрін өтеді. Үйлендірді, оқытты, шоқытты, білім берді, киіндірді. 4 парыздың өтеуілігі құтты болсын. Мекке менен Мәдина жолдаушы алыс сапар дейдеген барған кісі, анаңды құрметтесең, Меккеге айналады үйдің іші. Қақпаралы қажеті жоқ, жәннат іздеп. Алланың қаһарын осы анаңнан, Алланың рахымын осы анаңнан көресің. Өйткені ана барлығының сәулетшісі. Бақытты болыңыздар. Әділ елсін. Әлі мәне дегенше 4-5 сағатымызда өтіп кетіпті. Жақсымен өткен 1 минутын 1 сағатын дейші. Жаманмен өткен ғұмырмен теңдейді.